Түнде жақсы ұйықтасаңыз, таңертең ұйқыңыз қанып, бойыңызда күш-қуат пайда болады және күндіз де ісіңіздің өнімді болары сөзсіз. Егер күндіз бір нәрсені ойлап мазасыздансаңыз немесе уайымдасаңыз, түнде ұйқыңыз қашып, кейде тіпті таңды көзбен аттыратын сәттеріңіз де болады. Тез ұйықтап қалу үшін және ұйқыңыз тыныш болу үшін не істеу керек? Ол үшін қарапайым карамель кәмпитін, я болмаса қатты кәмпитті алыңыз. Ең бастысы, қағазға оралған кәмпит болуы керек және еріп кетпейтін кәмпит болғаны дұрыс. Сол кәмпитті көрпеңіздің тысына салыңыз. Ұйқыға жатқанда сол көрпені жамылған кезіңізде ол көрпемен бірге тәтті ұйқыны да бірге жамылғандай әсерде болыңыз. Және мына сөздерді айтыңыз. Тәтті ұйқыны жамыламын, тәтті ұйқыға кетемін, кештен таңертеңге дейін дегенім болсын. 2-3 минуттан соң-ақ тәтті ұйқыға кетесіз, ал таңертең ұйқыңыз қанып сергек оянасыз. Күні бойы сергек жүресіз. Кәмпитті уақыты келіп, көрпенің тысын жуатын кезде ғана аласыз. Ол кәмпитті өзіңіз немесе жақындарыңыздың жеуіне де болады. Көрпенің тысын жуып болған соң, қайтадан көрпені қаптап, жаңа кәмпитті дәл солай салып қоюыңызға болады. Сонымен бірге кәмпитті жастықтың астына да қоюға болады. Ұйқыңыз тыныш болсын.